Бүгінгі видеода мен қарындасыма қорқынышты пранкты ұстауды жалғастырамын. Не үшін дейсіздер ғой? Конкретно себеп жоқ, просто мынандай қорқынышты бір сыйлық дайындаған болатын. Кішігірім подсказка берейін, ішіне адам сенгісіз бір заттарды салдым. Даже өзім де шокпын. Не екен білгілерің келсе, видеоның соңына дейін қараңыздар. Егер де келесі видео тез шықсын десеңіздер, 127 000 подписчик немесе 3 000 лайк жинап тастайық. Видео өте қызықты болды. Еңбегін бағалап, астында қызыл кнопка подписаться болса, міндетті түрде бас кетейік. Ал біз видеоны бастаймыз. Йо, барлықтарыңа сәлем достар, сендермен әдеттегідей мен Ерташ, және де мына сендердің сүйікті және менің де сүйікті видеома қош келдіңдер. Ал бүгінгі ұстайтын пранк ол Pennywise туралы болады. Барлықтарыңыз білесіздер деп ойлаймын. Пранктың планын сіздерге түсіндіріп жіберетін боламын. Кеттік. Үшін план әдеттегідей үйдің ішінде өтірік дух шақырамыз, потом далаға шығамыз да, ана қызыл ящикті бір бәле қылып аштыртатын боламын. Мен тура осылай коробканы уже қойып болдым. Енді басқа заттар жөне беру керек. Осы пранкпен тоқтап қалмай, тағы да мини пранк қосайын деп шештім. Короче, бұлай. Ал енді үйге барып бір қызыл шариктің ішіне ұн толтырып, плюс екінші мини пранк қосатын боламын. Типа олар дух шақырып жатқан шарикті жарыңдар деймін. Жарып қалғанда вообще қалады. Он все болды, наверное. Ары қарай қатты қорқытпай қояйын деп ойлап тұрмын. Хотя ана қара ящиктің ішінде вообще жестко нәрселер бар. Ё-моё. Салған дұрыс болды ма, дұрыс болмады. Қазірге дейін ойланып отырмын. Ну, көреміз, короче, видеоның соңына дейін көріңіздер. Қызыл кнопка подписаться болса міндетті бас кетейік. Ал біз видеоны бастаймыз. Ал енді қыздар, бүгін қандай духты шақыратынды білесіңдер ма? Клоун. Клоун? Иә, дұрыс айтасыңдар, клоун шақырамыз. И және де міне мен қолымда қызыл шарик пен мынандай тіс щеткасы тұр. Не үшін керек білесіңдер ма? Клоун алады ғой, күнге алып жүреді. Иә, біліп тұрсың сен уже көрдің Оны бе? мен көп көргем, әлі кезде бар. Ну, короче, осы шарикті біз қазір қалай шақырамыз білесіңдер ма? Осыны үрлейміз. Сосын бар, ано деп айтамыз. Оның аты ано, білесіңдер ма? Шын аты ма не? Иә, шын аты ано. Ано деп айтамыз да, потом бар осыны үрлейміз да, потом біреу мынаумен паң етіп жаруларың керек шарикті. Мен емес, мен. Кім жарады? Мен емес, сіз жарыңыз. Онда сендер ұстап тұруларың керек шарикті. И біреу мына камераны ұстап тұруың керек. Мен камераны, жоқ мен. Білемін, шешіп ойыңдар давай тез. Кім қайсыңыз? Кім камераны? Сулифа. Мен камераны. Сен шарикті ұстайсың. Жарайды, өзім ұстап жара салам. Ризасыңдар ма? Ризасың ба? Айна құрып ұстап тұрмын. Все, енді біз мына жерге мынау тіс қоқыспай ақырын. О, көрінбейтін жазу бұл. О деп жазамыз. Басында бұны деп жайлап түкір жіберіңдер. Болды енді дайын тұрыңдар. Енді біз былай істейміз. Шарикті аламыз. Деп үлкен қылып үрлейміз осыны. Түсіндіңдер ма? Енді бұны не істеу керек білесіңдер ма? Енді оны байлап тарамыз. Иә, дұрыс айтасыңдар. Айтпақшы қыздар, біз бір нәрсені өткізіп алдық. Нені білесіңдер ма? Біз үш бұрыш болып отыруымыз керек, үшеуміз бірігіп. Кеңдер, мына ортаға отырайық, мына үш бұрыш, мына осыны үш жағына бүйтіп отырамыз. Мысалы осы жерге отырдым. Сөйтіп отырамыз. Енді қараңдар. Енді екеулеріңе мына тіс қоқысты ортасынан бөліп берем, жарай ма? Екі жақтан жүрсің. Иә, екі жақтан жарасынан мен ұстап тұрамын. Түсінді ма? Ал енді міне қара. Тіс қоқысты ортасына оп деп бөлем. Кім қайсыны алады? Мә. Дайынсыңдар ма? Иә. Міне бір. Тоқта. Ано деп үш рет айтамыз да, паң етіп жарамыз. Түсіндіңдер ғой, Иә. Давай. 1, 2, 3. Ано. Кетті ал. Жарғы келмеді ма? Айнамын жарып кетті. Не болды? Көзім күледі. Все, енді не істеу керек білесіңдер ма? Не істеу керек?
бері қарай жиналып тұрыңдар. Жүріңдер арт жағына. Давай ашыңдар есікті. Жүріңдер. Ана мен көргендеші айтқан, осыны істеген соң балаға ол бізге бір подарка қалдырып кетеді деген. Клоун бізге подарка қалдырып кетеді деген. Бірақ ішінде жақсы зат па, жаман зат па белгісіз. Соны біреу ашу керек. Қорқпайсың ба? Мен ашпаймын. Онда кім ашады, сен ашпасың? Сіз ашыңыз. В общем, оны бар ғой, ашқанда сразу ашуға болмайды. Ода егер қателеспесем былай айтылған, бетінде шарик тұрған, сол шарикті жарып, сосын ашу керек деген. Шарикті жармай сразу ашсаңдар, қорқынышты бір нәрсе болады деген. Жарам мен. Кім жарады? Бір адам жару керек. Bir адам жарса, болды, все, бәрі жақсы болуы мүмкін. Мен. Сен жарасың ба? Иә. Қорқпайсың ғой? Кеттік ал, балаға жар. О, міне қыздар айтқандай, міне жәшікті қалдырып кетті. Көрдіңдер ғой, иә? И сол шарикті жару керек. Әлде қызық болсын деп шарикті жармай аша саламыз. Аш көрейік та жармай. Не болады, қызық болады. Точно ма? Жараймыз ба? Иә. Немен жарамыз? Түсті қылғышпен. Қандай? Бағанағы ма? Иә. Давай. Сен мықтысың. Тоқтай тұр. Жақта бір нәрсе бар ма? Ешнәрсе жоқ екен, болды. Давай, жара бер. Нормально ма бәрі? Иә. Сен де Аяна. Нормально. Давай, кім ашады енді? Ең шешуші сәт. Если жоқ, қыздар, бұның ішінде жаман нәрсе болуы да мүмкін, немесе өте күшті зат та болуы мүмкін, бірақ жаман нәрсе болып қалуы да мүмкін. Аша бер, Аяна, ішінде чипси сондай бар. Yaşamaya yatarım. Koy aşağıda. Aşamayım. Аш көрсеңдерші енді, ашпыз. Ya aşamayım. Ей, он мен очкиім. Қандасым уже мені тексеріп отырды, что мен анандай музыка бір бәле қосады. Давай аш көрсеңдерші. Çok ne aşamayım. Қалай ашамайсыңдар? Ya. Мен aşamayım. Аш көрсе енді, бір нәрсе қылып. Елана, сен аш көр. Мен жардым. Мен aşamayım. Дайынсыңдар ма онда, мен аш көрейін. Ya. Былай тұрыңдар, жабыспай, блин, камера көрінбей қалды ғой. Ашасын бар қарай. Кім ашады? Bilmiyorsun. Аяна, жақын тұр. Ortasına aç Ayana. Аналардың бәрін аш көр. Қаш. Айғайламаш. Не тұр ғой? Дайынсыңдар ма? Yem. Көруге дайынсыңдар ма? Қарап тұрыңдар. Қорқынышты ма? Қорқынышсыңдар. Ал мынаның ішінде енді өте бір қорқынышты зат бар. Аш көресіңдер ма өздерің? Давай. Давай аш көр. Давай. А мужикам. Триксте мына бізге білінді. Ама екеумағын ағапы. Все, ризасыңдар ма, күшті екен? Сіздерге сұрақ келетін шығар. Не үшін адам сенгісіз зат деп айттың деп? Потому что мен бұларға 8 мартқа дұрыс сыйлық сыйламадым и мартта өтіп кеткен соң сыйлық берсең как-то біртүрлі ғой. Но қазақта мақал бар, ештен кеш жақсы деген. Так что осыларға осылай сыйлық бердім, кішігірім видео болып. Надеюсь, сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Сіздер мәдетейдей болған мен Ерда, және де барлықтарыңызға давайте.